Видеоны бастамас бұрын каналға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы уақыттарда біздің каналымызда Шешен соғысы, Корей соғысы, Ауған соғысы және тағы да басқа да қызықты видеолар шығатын болады. Барлау мәліметтеріне сәйкес Қытай жақын апталарда Иранға әуе қорғаныс жүйелерін жеткізуге дайындалып жатыр. Қытайдың бұл тасымалданатын зениттік зымырандары Тегеран аспанында ұшып жүрген ақш-тың ракеталарына үлкен қауіп төндіреді. Сонымен Қытай неге Иранға көмектесіп жатыр және ақш бұған қалай қарайды? Бүгін осы туралы. Барлау мәліметтеріне сәйкес Иран 2 апталық бітімді шетелдік серіктестерінің көмегімен қару-жарақ жүйелерін толтыру мүмкіндігі ретінде пайдаланып жатқан болуы мүмкін. Басылым өз дереккөздеріне сүйеніп жазуынша, Пекин әскери жүктің нақты жеткізілуін жасыру үшін оларды үшінші елдер арқылы жіберу жолдарын қарастырып жатыр деген белгілер бар. Пекин Иранға жіберу үшін дайындап жатқан тасымалданатын зениттік зымырандар кешені MANPADS, яғни Man Portable Air Defense System деп аталады. Бұл иықтан атылатын әуе қорғаныс жүйелері. Дәл осы зымырандар 6 апталық соғыс барысында ақш әскери ұшақтарының төмен биіктікте ұшуына асимметриялық қауіп төндірген. Басылымның жазуынша бұған дейін Дональд Трамп Иран аспанында атып түсірілген F-15 жойғыш ұшағы иықтан атылатыны жылуды көздейтін, яғни термиялық ракета арқылы соғылғанын айтқан. Ал Тегеран бұл ұшақты атып түсіру үшін жаңа әуе қорғаныс жүйесі қолданылғанын мәлімдеген, бірақ нақты мәлімет бермеген. Бұл жүйенің Қытайда өндірілмегені белгісіз. Иранға мұндай әскери қолдау көрсету ақш пен Израильдің Иранға қарсы соғысы басталғалы бері Қытайдың Тегеранды қолдауындағы жаңа кезең, яғни шиеленістің күшеюі болып саналады. Сонымен қатар Қытай компаниялары ирандықтарға қару жеткізуді жалғастыруға және навигациялық жүйелерді жетілдіруге мүмкіндік беретін қос мақсатты технологияларды сатуды жалғастырып келеді. Алайда Қытай үкіметінің қару-жарақ жүйелерін тікелей жеткізуі көмектің мүлде жаңа деңгейге шыққанын білдіреді. Барлау мәліметтеріне қарағанда Қытай бұл қақтығысқа ашық түрде араласудан және Иранды тікелей қолдаудан нақты стратегиялық пайда көрмейді. Себебі олар мұндай соғыста жеңіске жету мүмкін емес екенін түсінеді. Оның орнына Пекин өзін мұнайға қатты тәуелді Иранның тұрақты серіктесі ретінде көрсетуге тырысып жатыр. Сонымен қатар сырт көзге бейтарап болып көріну арқылы соғыс аяқталғаннан кейін жауапкершілікті жоққа шығару мүмкіндігін сақтап қалғысы келеді. Әдетте қытайлықтар өздерінің әуе қорғаныс жүйелері шабуылға емес, қорғанысқа арналғанын алға тартады. Бұған дейін Ресей соғыс барысында Иранға барлау мәліметтерімен көмектескені айтылған. Бұл көмек Иранға таяу шығыстағы ақш-тың нысаналарын нысанаға алуға көмектескен болатын. Айта кету керек, Иран ұзақ уақыт бойы Қытаймен де Ресеймен де мықты әскери экономикалық байланыстарға ие. Иран Ресейге Украинадағы соғыста шахет дрондарын жеткізу арқылы айтарлықтай қолдау көрсеткен, ал Қытай Иранның санкцияға ұшыраған мұнайын сатып алуды жалғастырып келеді. CNN тілшісі ақш президенті Дональд Трамптан осы мәселе бойынша пікір сұрады. Трамп егер Иранға қару-жарақ жеткізіп беретін болса, оның салдары болатынын айтты. Егер Қытай мұны істесе, онда қытайлықтардың өзінде үлкен мәселелер туындайды, деді ол тілшінің сұрағына. Қытайдың Вашингтондағы елшілігі бұл мәселеге қатысты мәлімдеме жасап, Қытай ешқашан қақтығыстың бір жағында тұрмайтынын, таралып жатқан мәліметтердің шындыққа жанаспайтынын айтты. Ресми Пекин осы апта басында Иран мен ақш арасындағы соғысты тоқтатуға бағытталған бітімге делдалдық жасауға көмектескенін айтқан. Сонымен қатар ақш президенті Дональд Трамп мамыр айының басында Қытай көшбасшысы Си Цзиньпинмен келіссөздер жүргізу үшін Қытайға баруды жоспарлап отыр. Бұл апта басында ақш пен Қытай арасында жоғары деңгейдегі байланыстар болғаны айтылғанымен, нақты мәліметтер ашық жарияланбады. Трамптың бұл сапары таяу шығыстағы жағдайға байланысты кейінге қалдырылуы да мүмкін. Қытай Иранға не үшін көмектеседі деген сұраққа тағы жауап беріп өтетін болсақ, Қытай Иран мұнайының ең үлкен сатып алушысы. Иран Қытайдың бір белдеу бір жол жобасының маңызды ел. 2021 жылы Қытай мен Иран 25 жылдық стратегиялық келісім жасады. Батыс санкцияларына қарамастан Қытай Иранмен байланысын үзбейді. Яғни бұл жерде саясаттан бұрын экономика мен энергия қауіпсіздігі тұр. Егер Қытай шынымен де Иранға көмектесетін болса, онда Иран әуе қорғанысы күшейеді. ақш ұшақтары жоғары биіктікте ұшуға мәжбүр болады. Дәлдігі төмендейді. Әрбір әуе операциясы үшін қауіпті әрі қымбат болады. Қарапайым тілмен ақштың аспан үстемдігі әлсірейді.
бірақ бұл соғысты өзгертеді деген сөз емес. Өйткені ақш-та стелс ұшақтары, дрондар, спутниктік барлау бар. Мампатс тек төмен ұшатын нысандарға тиімді, яғни бұл тактикалық қауіп, бірақ стратегиялық емес. Ал 11-12 сәуір күндері Пәкістан астанасы Исламабад қаласында ақш пен Иран делегацияларының қатысуымен өткен тікелей келіссөздер нәтижесіз аяқталды. ақш делегациясын басқарған Джей Ди Венс Иран тарапы ақш ұсыныстарын қабылдамағанын және келісімге қол жеткізілмегенін, бұл жағдайдың көбірек ирандықтар үшін жағымсыз хабар екенін айтты. Джей Ди Венс келіссөздер мазмұнына егжей-тегжейлі тоқталған жоқ, тек Иран тарапына ядролық бағдарламаны толық тоқтатуды көздейтін ұсыныс берілгеніне ишара жасады. Біз өз қызыл сызықтарымыздың қай жерде екенін нақты түсіндірдік, қандай мәселелерде ымыраға баруға дайын екенімізді айттық, ал олар біздің шарттарды қабылдаудан бас тартты, деді Джей Ди Венс журналистерге. Ал Иран жағы келіссөздердегі сәтсіздіктің тараптардың арасында өзара сенімнің жоқтығымен байланыстырды. Мұхаммад Бакир Пәкістандағы келіссөздерде Тегеран делегациясына жетекшілік етіп, ақш ирандықтардың сенімін қайтадан жеңіп алуға күш салуы керек екенін айтқан. Иран сыртқы істер министрлігі ресми өкілі Исмаил Бақай 2 немесе 3 маңызды мәселе бойынша келіспеушіліктер келісімге кедергі болғанын мәлімдеді. Ол мемлекеттік телеарналарға берген сұхбатында тараптар кейбір мәселелер бойынша келісімге келгенін, ал басқа бағыттарда көзқарас айырмашылықтары сақталғанын атап өтті. Сондай-ақ дипломатия жолы ешқашан толық жабылмайтынын және Иран келіссөздерге әрдайым ашық екенін қосты. Ирандық басылымдар ақш-тың келіссөздердегі шарттары тым ауыр болғанын жазды. Атап айтқанда, кей деректерге сәйкес ақш Ираннан байытылған уранды ел аумағынан толық шығарып тастауды талап еткен. Бұқаралық ақпарат құралдарының таратқан мәліметтеріне сәйкес, Хормуз бұғазы мәселесі Иранның ядролық бағдарламасымен бірге бұл келіссөздерде келісімге келудің негізгі кедергісі болып отыр. Исламабадтағы келіссөзді сипаттай отырып, Иран үкіметі талқыланатын мәселелер тізімінде Хормуз бұғазын бірінші орынға қойғанын айтты. Айта кетерлігі, бұрынғы келіссөздерде Хормуз бұғазы мәселесі күн тәртібінде болмаған, бірақ ақш пен Израиль 28 ақпанда Иран аумағын бомбалағаннан кейін әскери тұрғыда асимметриялық жауап бере алмаған Тегеран өзіндегі ең күшті құрал экономикалық қысымды қолдануға көшкен. Иран парламенті вице-спикері Хамид Реза Хормуз бұғазы Тегеран үшін қысқа тетік екенін айтқан. Ол бұғаз толықтай Иран бақылауында екенін және оны пайдалану үшін төлем Иранның ұлттық валютасы риалмен төленуі тиіс екенін мәлімдеген. Исламабадтағы келіссөздер жалғасып жатқанда Израиль премьер-министр Нетаньяху Иранға қарсы әскери кампания аяқталмайтынын мәлімдеді. Ол әлеуметтік желіде Израиль-Иран режиміне қарсы күресті жалғастыратынын жазды. Трамп бітім толықтай аяқталуын күтпей-ақ әскери әрекеттерді қайта бастауы мүмкін деген болжамдар айтылуда. Бірақ мұндай сценарий әскери ғана емес, саяси жағынан да тиімсіз болуы мүмкін. Сарапшылар мұндай жағдайда мұнай бағасы өсіп, тауар тапшылығы күшейетінін, экономикада құлдырау мен инфляция жалғасатынын ескертуде.